Сәлеметсіздер ме, менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін мен сіздерге құймақтың өте оңай жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызға қант тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сүт құямыз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне қалдырамын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығын жақсылап араластырып алуымыз қажет. Үстінен ұнымызға ас содасын қосып, ақырындап салып отырып, ұнымызды араластырамыз. Ұнымыздың барлық комочектары кету керек, сондықтан жақсылап араластырып аламыз осылай. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Содан кейін қатты ысып тұрған ыстық судан құйып жібереміз соңында. Сонда әдемі барлығы жақсы араласып әдемі болып шығады. Табамызды қатты отта қыздырып аламыз да, құйған кезде бір-бір ожаудан құйған кезде отты баяулатып қоямыз. Алдымен табамызды қатты қайнақ ысытып алуымыз керек, содан кейін отты баяулатып басып қойсаңыздар, сонда екі жағынан жақсы қызарып пісіріп аласыздар. Ал начинкасына сіз өзіңізге үйде бар заттардан жасасаңыз болады, творогпен түрлі. Мен жұмыртқа, крабовые палочки, жуа, осыны барлығын араластырып, осы жерде жуа мен заморозить еткен жуамның бір түрі. Жоғарғы бөлімде ссылкасын қалдырып кетемін, қалай жуаны қыс мезгілінде сақтап қалу жөнінде. Қарап көріңіздер. Осының барлығын мен блендерден өткізіп,
майонезбен тұзын салып, бұрышын салып, майонезбен жақсылап араластырып, начинкасына осылай қосамын. Өте дәмді болып шықты. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.